Кел, бол, бірдеме айтам саған, кел. Кел. Мен саған қанша айтам, жігер менікі. Мен саған айттым ғой, тасташы ол жігітті. Менің ақылымды тыңдашы, а? Тасташы ол жігітті. Қалай сен түсін? Сен қызғанып тұрсың. Ол әдемі, оның ақшасы көп, сен соны көре алмай тұрсың. Егер ол сені шынымен де жақсы көрсе, егер ол саған шынымен де үйленетін болса, неге сен оның ұялы телефонында Химчинск деген атпен сақталып тұрсың? Мен 8 наурызды ерекше қарсы алғым келеді да. Андай бір, дейді, воздушный шар бар жігіт болса екен. Арманым сол ғой. Сол екеуміз 8 наурызда сол воздушный шардың ішінде аспан әлеміне саяхат жасап, 1 жыл бойы соның ішінде екеуміз романтикаға бөленіп, енді бір сондай бір сыйлық күтіп отырмын да. Бүгін сол 8 наурызда түнде шығып, келесі жылдың 8 наурызында қайтып келсек, сол мен үшін ұмытылмастай ғажап жыл болacak. Сондай воздушный шар, үлкен шар бар, жігіт бар болса, маған хабарласыңызшы, мен күтемін сені, асыға күтемін. Не армандап отырсың? Мен өмір бойы шет елге баруды армандап келем дағы. Соны Европаға бару үшін қаншама қаражат керек? Көк тиындаға жетеміз. Қалай? Ақшасыз-ақ армандай бер. Менің жігіттерім негізі көп, өте көп. Осы 8 наурызға маған бәрі хабарласып, жан-жақтан құттықтап жатыр да. Жан-жақтан бәрі кеп маған сыйлықтар берді, гүл берді, сырға, сақина, еттік дейсің ба, көйлек дейсің ба, бәрін сыйлады да. Бірақ маған ондай сыйлықтар ұнамайды. Мен оны өзімде сатып ала аламын. Маған бір ешкімде жоқ, ешкімге сыйламаған, өмірде жоқ нәрсе сыйлау керек та. Вот сондай сыйлық сыйлайтын жігіт болса, маған хабарласыңдаршы, мен соны күтем. 8 наурызда мен сол жігітпен бірге қарсы аламын. Гүлназия, бергеш? Бергел. Мына жаққа тұр. Ештеңке болған жоқ. Бақтыбай менікі. Менің сүйікті күйеуім, менің сұлу жігітім, менің ханзадам, менің көзіме шөп салғанын мен мүлдем елестете алмайды екен бар. Қалай? Шу бір уақытта? Осы айтшы маған, сен сияқты сондай томпақ қыздар неге сондай көңілді, өмірге риза болып жүреді? Біз себебі ұрысса да алмаймыз, төбелесе де алмаймыз, жүгіре де алмаймыз. Мен жігітімен көшеге шығам ғой. Сонда менің жігітім қыздарды көрсе, көзі, басы, барлығы өзде айналып кетеді ғой. Міне 2 жыл болды біз біргеміз. 2 жылдың ішінде мен оны 25 рет басқа қыздармен көрдім. Бірақ әне тастайым, міне тастайым деп тастай алмай жүрмін да. Ол маған негізі 8 мартта саған норковый күшті шуба алып берем деген ғой. Мен сол 8 наурызды күтіп отырмын. 8 наурыздан кейін тастап кетем. Осы шаршады мен бұл жігіттен бар ғой. Егер содан кейін мен жігіттер 9 наурызда мен бос болам. Егер де мен жүрем деген жігіттер болса, хабарласыңыздар. Маған қыздарға қарамайтын, қыдырмайтын, маған көп деген сыйлықтарды алып беретін жігіт. Сен неге жылап отырсың? Не болып қалды саған? Неге жылап отырсың? Сенің есіңде ме, мен әке-шешеме хат жазып едім ғой, маған компьютерге ақша керек деп. Я, енді олар саған ақша салып жібермей қойды ма не? Одан да жаман болды ғой. Не болды? Қарасаңшы, маған компьютерді жіберді. Сабина, не болды? Қайда апарып жатырсың сен мені, Сабина? Бір қыздың бычтын шығару керек жүр. Бір қыздың бычыдан? Иә. Күшті. Жүр, ал бізді көріп, қашып кетсе. Мен саған қашам. Бер, менікі.
мен кішкентай кезінен армандағам. Менің жігітім мені алақанында көтеріп жүрсе екен деп. Ал қазір менің салмағым 150-200. Мен ешқандай жігіт көтере алмайды. Қайта мен оларды көтерем, барлығы кішкентай жігіттерді. Егер де мені көтеретін бір сондай бір кереметпін деп санап жүрген жігіттер болса, хабарласыңдаршы. Осы сенің жігітің кім болып жұмыс істейді? Менің жігітім банкта жұмыс істейді. Ал сенің жігітің? А менің жігітім аудармашы. Аудармашы? Иә. Қай тілден қай тілге аударады? Ешқандай тілді аудармайды, ол маған ақша аударады. Ақша! Не болды, Сабина? Мә, Гүлназия, мен бағана Динараның жігітімен тұрғам ғой. Соны Динара көріп қойды. Мә, сен қатты ренжіген шығар, я. Енді ренжігенде маған айтпаған сөзді айтып, айғайлап, ұрысып кеп қалды ғой. Ренжіген ғой ол саған. Жоқ, енді бұлай қарағанда аса қатты ренжіген жоқ қой деймін. Неге? Себебі ол мені номердан, фейсбуктан, агенттен өшірген жоқ. Соған қарағанда қатты ренжімеген ау деймін. Алама қаштың гілінде текеметтің гілінде өтіп дәбіреді бара жатыр сізі беді бізге білінбей деп қояды. Мен бар ғой, орталық лагманы мен пельмениді өлең айтамын. 8 мартта бір күшті бір ресторанда өлең айтқым кеп тұр. Сол күшті ресторанның қожайыны мені көріп отырсам, хабарласындаршы. Мен сияқты сондай қыз керек пе өлең айтатын? Хабарлас, жарай ма? Осы жерде күтем. Осы менің бар ғой, түр десе түрім бар. Ай десе аузым бар, күн десе көзім бар. Өзім әп-әдемі сұлу қызбын. Сонымен қатар мен көп ақша табамын. Мамандығым да күшті, өзімнің ақылым да жеткілікті. Керемет қызбын ғой, былайша айтқанда. Неге мен сияқты қыздарға жігіт жоқ әлі күнге дейін? Мүмкін сен аспаннан жұлдыз бен айды алып беретін жігітті іздеп жүрген шығарсың? Жоқ, мүлдем олай емес. Мен өзіме мүлдем ұқсамайтын жігітті іздеп жүрмін. Мүлдем ұқсамайтын? Иә. Енді былай қараш, ақылсыз, жұмыссыз, әдемі емес жігіттер толып жатыр ғой. Таныспайсың ба солармен? Саламатсыз ба, апа? Иә, сәлем. Осы білесіз ба? Мен Иә. көңіл күйім жоқ. Иә. Тамақ жемеймін. Иә. Ұйқым жоқ. Ой, иә. Не болды маған білмеймін. Айтып беріңізші. Ей, шырағым, оны айтып береміз ғой. Біз деген, көріп кел деген біз ғой енді. Ақшам бар ма айтып беретін деймін саған? Ақша деген бар ғой. 10 мың теңгенді шығар ғой мына жаққа сала ғой, иә. Е, бол енді, бұл созылмай, құдай, ай, мынау созылмай. Әкел, қолымда әкел, контакт деген солай. Ой, алдында бір махаббатты көріп тұрмын, жанып тұрған махаббат. Саған бір шырағым бір жақсы жігіт ұнайды екен, өзі бай, бойдақ дегендей, Е, солай, Енді бұлай қарағанда сен де ол жігітке ұнап тұрсың, ол да саған кішкене жүрегі дүрсілдеп тұр дегендей. Бірақ та шырағым тоқтай тұр, ойбай тоқтай тұр. Араларында бір адам тұр. Бірақ не адам екен айтамай тұрмын, мен бар ғой, қазір тоқтай тұр. Не адам екен, Апай, мен білем. Кім? Бұл менің күйеуім. Айка, бергеш. Бір әңгіме бар еді саған. Мен сенімен негізі бар ғой, сөйлесейін деп едім. Мен саған айтып шаршадым. Батыр менікі бар ғой. Біз қыздар жаңадан тұрмысқа шыққаннан кейін, яғни келіндер, төр күнімізге барлық заттарды тасығанды жақсы көреміз.
осы енем 2 аптаға ауылға кеткен болды. Сонда мен анамды шайға шақырдым. Менде үйде деген бұл диванның алдында керемет қып-қызыл әдемі енді кожаны Италиядан алып келген диван тұратын. Соны анам көрді де ғашық болып қалды. Мен не істеймін, анама ұнағаннан кейін алдым да диванды анаммен бірге ауылға аттандырып жібердім. Оның орнына енді кішкене арзанырақ, әрине, бірақ енді әйтеуір қолыма түскеннің алдында ала салдым. Енді орнына басқа бір зат қою керек қой. Енді қазір енем келеді, не істеймін, қандай амал табамын? Звонок, енем келді. Апа, қалайсыз? Қалай демалдыңыз? Жақсы демалдыңыз ба? Жақсы, белім ауырып, жол ұрып тастады мынау. Өте ауыр болды. Аяғым бәрі ауырып, әрең келдім, басым ауырып тұр енді. Үй іші қалай, өздерін аман есенсіңдер ме? Жақсы. Ай, мынау менің қызыл кожаный диваным қайда? Ой, апа, сіз қарасаңызшы, мен деген жаңадан обойлар алдым, жабыстырдым. Мінеге қараңыз, жаңа телевизор, керемет телевизор. Енді сіз ойлаңыз, сіздің қып-қызыл диваныңыз бұған түкке жараспайды. Қайтесіз оны? Ай, өзі бұндамай оны қайда жібердің, соны айтшы. Апа, оны сатып жібердім. Кімге? Қарызға мамама бердім. Бірақ ақшасы міндетті түрде қайтарады, тым уайымдамаңыз. Қарасаңызшы, қандай күшті диван. Қайтпайтын қарыз десеңші. Can you feel the smooth groove the beat? Can you feel the smooth groove the beat? Can you feel the smooth groove the beat?